Мен Авиценна атындағы көпсалалы медицина колледжінің мейірбике және стоматология кафедрасының оқытушысы Рүстем Ілесбекпін. Мен бүгін сіздерге ашық сабақ өтемін. Ашық сабақтың пәні толық алмалы протездер дайындау. Соның ішінде тақырыбы жоғары және төменгі жақ сүйектерін жеке қастар дайындау. Теманың мақсаты ауыз қуысында протездерді жақсы ұстап қалу мақсатында жеке қастарын алу технологиясын өтемін. Мен сіздерге видеороликпен осындай қастарды түсіндіремін. Қастар индивидуалдық жеке қастар дайындау. Мына да протезде полный қалыптан ауыздан қалып алып, қайтып құйылып, шекаралары анықталған міне. Шекаралары қаламен әдемілеп сызылады. Анадегі сондай жабысып қалатын жерлеріне не жағады, лак жағады, жабысып қалмау үшін лак жағып, одан кейін сөйтіп жағып шекараларын қуыс жерлеріне жабысып қалады. Стандартный пластмасса не болады, воск, балауыз деп айтылады қазақ тілінде. Бірінші балауыздан дайындау көрсетейін деп бармыз. Дайын болған модельге осы балауызбен барлық жағына ортасынан басып, өзі жұмсақ болады, басып, шеттерінің шекараларын бәрін анықтап басып, езіп, жаңағы шеттеріндегілерін бәрін әзір қолмен алып тастайды міне. Қолмен әдемілеп, жаңағы протезге қолмен басып әдемілеп шекараларын алу керек. Артымен артшаларын қолмен гипстің өзінде былай қыссаң жұмсақ болады, мына қыссаң түсіп қала береді. Міне шеттерінен түсіп қалады, артшалары бұяқта қалды. Енді бұны енді қасықтың және нағанда қасыққа жеке қасық дайындағанға енді анау ауыз қуысынан қалып алу үшін әнен не істейді? Бір шекарасын анықтап алады. Шекарасын бәрін жаңа артшаларын сызықтан нелерін бәрін әдемелеп скальпмен кесіп алынады міне. Скальпмен кесіп жатыр міне, жәрін алып тастайды әдемелеп. Жаңа сызықта қойылған сызықтардың үстінен өзі балауызда көрініп тұрады жаңа қара сызықтар. Сол жерден алып міне сызық алып тастайды міне. Алып тастау процесі осы. Міне артшаларын алып тастайды. Міне әдемелеп алынып жатыр. Ашықпай әдемі аккуратно істеу керек. Сөйтіп алып тастайды. Одан кейін әзір айтамын және алынады, әдемелеп алынады, асықпау керек, әдемелеп алынып, одан кейін енді және қайтадан шеттерін бәрін қолмен әдемелеп басып керек. Енді қасықты ұстау үшін ручкасын істейді. Міне ручкасын мына жерге қояды алдына, бүйтіп қолмен ұстап мына ручкасын қояды, жаңағы бостан қағанның өзі болады ана. Қолдармен қысып-қысып алады, қояды да, ана. Одан кейін әзір алып, оны бұл жұмсақ нәрсе, жұмсақ масса. Сіздер білесіздер, бұл жұмсақ масса. Соның үшін әзір бұны алып, қатып қалу үшін не істейді? Әзір көрсетемін сіздерге. Бұны типа холодильник нәрсенің ішіне қояды. Бұл жұмсақ нәрсе, сөйледі суықта қатады бұл. Әзір көрсетеді сіздерге. Ананың ішіне қояды, камераның ішіне. Бір уақыттан кейін өзін жауып қояды. Қайтып алған кезде воск қатып қалады уже. Қатып қалады. Мен әзір алады мені. Ана ағада уже қатып қалды. Болемені ұстап алуға болады енді. Алып, жай алып, абайлап алу керек, және сынып қалмау керек. Енді және көріп, мынау тістердің нелер болады. Ондай ВМК-лар болады, сол ВМК-лардан сызып алып, сызық тұр астынан сызық көрініп тұр енді. Сол сызық көрінген үшін, сол сызық көрінген жерлер белгілеп алады да, мұнамен жай алып тастайды мені. Сонда жаңа ауыз қуысына жеке қасық толық әдем болып, таңдайға бәрі ауыз қуысына тиіп тұрады. Әдемелеп бар жағын әдемелеп алу керек, асықпау керек, әдемелеп артшаларын алынады, алып, тазалап, және қойып көреді әзір көресіздер. Міне алып жатыр, артшаларын бәрін алады. Бұл артшаларын алу мақсаты анау қолмен істеді де, ауыз қуысына қойған кезде ауыздың өтпелі қатпарларына тиіп қалып, мына таңдайға барып тимей қалу мүмкін. Таңдайға барып тимей қалу. Сол мақсатта жаңа жерлерін бәрін, артша жерлерін бәрін, жаңа сызған жерлерін бәрін алып тастау. Алып тастау процесі осы. Енді екінші технологиясы, бұны протакрил, этакрил дейді, сондай пластмасса материалдар бар. Сол қалыптың өзіне екіншісіне дайындап алу мүмкін. Ол пластмассадан дайындалады. Анау восктан дайындалады, балауыздан. Мынау пластмассадан. Пластмассаның өзі жеткісі болады, мынау порошогы болады. Стаканға өзі тиісті мөлшерде салынады да, араластырылып, қолмен әдемелеп, қолына да жаңағының жеткісінен қолына жаса, қолына жабыспайды. Егер де нақсы мен өзім көрсетем балдарға. Жабыспайды. Қойды да енді әзір осыны қолмен алып, және басады сөйерге.
бұл пластмасса ауада біраз уақыт істеген уақытында ауаның өзінде де бұл қатып қалады. Жаңағының холодильниктің морозилканың ішінде қатырған болса, бұл істеу процесінде тез істемесе, қолдың өзінде де қатып қалады. Ауаның температурасында бұл пластмасса қатып қалады. Міне тез сол модельге және қойып жатыр. Құды сол тәртіппен нығыздап бәрі қойылады. Өтпелі қатпарларына шейін басып қойылады. Артшалары жаңағы ұқсап алынады, скальпелмен алынып тасталады. Бәрін алып тастайды. Пластмасса әлі қатқан жоқ. Және тез істемесеңіз, пластмасса қатып қалады. Сондай бөрді сол екінші технологиясы бұл. Енді бұда пластмассада жаңағы восықта ручканы қолмен ұстайтын жерін просто жапсырып былай нағып еді. Бұда өзінің клей болады. Әзір көрсетеді. Клей болады. Клейін қойсаңыз, жаңағы артшаларын алады ғой. Артып қалған пластмассаларды алып, жаңағы ұстайтын жеріне ручкасына қойып, бірінші ручканың орнына клей жағып алады. Клей болады. Клейді қояды ана жерге. Қойып, жаңағы мына пластмассаны мыжы мінеге қойған кезде, жаңағы жеке қастың ұстау ручкасы пайда болады. Сол ручкадан ұстап, ауыз қуысынан қалып алуға өте қолайлы болады. Тез істеу керек, клейге жабысты, нағылады, артшаларын бәрі әдемілеп қолмен нағылып, әдемілеп қойып, клейге жабысты, нағылды. Уже пластмасса әзір қата бастайды. Или қойып қояды, бір жерге бір мезгіл келгенде өзі қатады секундтарында. Бірақ тез істеп болғанша мұндай бәрін алып, өстіп, бар жағын қолмен әдемілеп, қымтып, бәрін әдемілеп істеу керек. Істеп атыр. Мұны уже алды, және бұлда да жаңа бос құсап, бұлда да артша жерлерін алып тастайды. Бұл екі методын көрсетіп атыр бұл жерде. Бұлда пластмасса, жаңа боска бұл пластмассадан ағанда. Төменгі жақтары, егер одновременно айта берейін, төменгі жақтарда да құд осында. Егер төменгі жақтан алатын болса да, төменгі жақтан бірінші қалыбын алып алады, қалып аударып құйып алады, содан кейін шекараларын қаламмен сызып, құд осындай тәсілде оны да дайындау мүмкін. Бұның ең қолай жері ауыз қуысының барлық жеріне қалып ағанда барлық гипстер барады да, клапанный зоналарын бәрін жабады да, клапанный зоналар жабылмаса, адамдардың аузынан протез түсіп қалу себебі содан болады. Соның үшін бұның мақсатының өзі сол, индивидуальный ножка деген сол адамның өзіне ғана істеледі. Сол адамның өзінен қалып алып, өзіне істетіліп, өзінен енді осы қалыппен аузынан гипсмен алама, басқа эластический материалмен алама, оның шекарлары не болады? Толық әдемі болып шығады да, протез кейін таққан кезде, тістерді тегі бәрін таққан кезде, ауыз қуысында клапанный зоналар, вообще клапанный зоналар ұстап тұрады ауыз қуысындағы протезді. Сол клапанный зоналар әдемі орналасса, ауызда тіс әдемі тұрады. Егер клапанный зоналар әдемі болмаса, мына шекарлар әдемі болмаса, сол жерден ауа кіріп кетеді да, шығып кету себебі содан болады. Сіздер екі әдісте жеке қас дайындаудың әдістерін көрсеттім сіздерге. Қорытынды айтқанда, бұл әдістің несі, мақсаты қорытынды айтқанда, ауыз қуысында тіс протездерін жасағанда, ауыз қуысында әдемі тұру мақсатында істетілген әдіс, сондай қорытындысы сондай енді. Келесі үйге тема, сол видеороликке қарай отырып, сіздер гербес әдісімен жеке қасық дайындау методикасын дайындалып келдеріңізді сұраймын. Тыңдағандарыңыз үшін рахмет.